Ал Түркістан облысы Кентау қаласында ерекше қабілетімен танылған жігіт бар. Ол кәсіби спортшы, оған қоса темірден жасалған заттарды оңай майыстырып, түрлі қалыпқа да келтіре алады. Ерекше күш иесімен әріптесім Айдана Дүйсенбаева тілдесіп қайтты. Ал шеге майыстыру ол өте оңай. Қазір шеген ала салайын мына жерден. Зуфар Азизов спортшылар отбасында дүниеге келген. Ата-анасы кәсіби жаттықтырушы. Бауырлары да спорттан құралақан емес. Өзі 7 жасынан бастап жүзумен айналысып, кейін жеңіл атлетикаға келген. Ал қазір таға шеге сынды темір-терсекті майыстырып, жаттығып жүргеніне 4 жылға жуықтапты. Ең қиын фигуралардан мынау мен істеген бұл инь-янь. Яғни бір 200-лік шеге, қалыңдығы 6 мм, ұзындығы 200 мм. Осыдан көріп тұрғандарыңыздай 2 жүрек жасағам. Бұны 1 жыл бұрын жасағам, қазіргі таңда бұны істей алмайым деген ойдам. Одан кейін мынау двойной, яғни 2 шеге, 2 жүректің ішінен өткен. Бұл негізі амур деп аталады. Одан кейін 200-лік шеге. Мына көріп тұрғандарыңыздар 200 мм-лы ұзындығы, қалыңдығы 6 мм 3 шегені қосып бір-біріне скоштап майыстырған болатынмын. Қанша күш кетеді бұған? Бұған 150-180-200 кг күш керек. Ол темір майыстырудан бөлек көліктерді сүйреп жүгіре алады. Бұған дейін де бірнеше темір тұлпарды арқанға байлап тартып, талайды таңғалдырған. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі кейіпкеріміз Зуфардың салмағы 75 келі. Қаракүштің иесі бүгін мынадай салмағы 1 тонна 600 келі болатын темір тұлпарды жалғыз өзі тартып, уақытқа жүріп өтпекші. Зуфар бұған дейін дәл осындай 30 метр қашықтықты 11 секундта бағындырған. Дегенмен Зуфар бұл іспен тек өз-өзін шыңдап отыру үшін айналысады. Сүйікті хоббиім арқылы қиялға ерік беріп, қалаған пішінге келтіремін дейді. Әрі мұндай өнер ер жігітке ерекше мінез қалыптастыруға сеп болады. Қазақстанда әйгілі деп ойлаймын, Арман Сүлеймен және Сергей Цырульников бар еді. Бірінші кездесуде Сергей мырзаны көріп қалдым. Сол кісі маған шеге байлап берген кез көріп, шамал намыстанғандығым қалай бұл кісі істейді, мен істей алмайым деп. Сол кезден бастап жалпы өзіміздің тарихымызға, Қазақстанның, өзіміздің қазақ халқының мықты тұлғалары, Қажымқан атамыз, Балуан Шолақ атамыздың өмір баянымен шолу жасап, соларды оқып, солардан күш дәстүрін қалай жаттыққан, соған қарай солармен былай айтқанда мотивация алып, осы соңғы 3 жылда негізі қол өнерімен айналысам. Зуфар 11 жылдан бері балаларды жаттықтырып келеді. Қазір 60-тан астам шәкіртін жеңіл атлетикаға баулып жүр. Бүгінгі дейін Қазақстанның 12 чемпионын тәрбиелеген. Алдағы мақсаты да сол, жас спортшыларды жеңіске жетелеу.